Сәлеметсіздер ме? Мен Оразмағамбет Тұрмағамбетұлы атындағы Маңғыстау техникалық, индустриялық техникалық колледжінің 3-ші курс студенті Ұзақбаева Балуса. Айдар Банкар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз STEM орталығы роботы техникалық курстар жайында. Біздің бизнес идеямыз және мақсатымыз, біздің курсымыздың жалпы мақсаты елде мыңдаған робототехникалардың санын өсіру емес. Сонымен қатар оның мақсаты яғни робототехниканың көмегін пайдалана отырып, дағдыларын көбейтіп, сонымен қатар максималды санын дамыту. Оқушыларға жалпы біздің көрсететін өз құндылықтарымыз ұсақ моториканы дамыту, сонымен қатар табандылық пен шоғырлануды үйрету. Яғни мектеп алдында жаттығу оқушыларға өте пайдалы. Студенттерге логикалық және кеңістікті ойлауды дамыту, сонымен қатар тапсырма орындаудың дербестігімен құрылған топпен жеке жұмыс істей білуге жобаны таныстыру дағдысына бейімделуі. Тұтынушылардың сегменттеріне келетін болсақ, 3 топқа бөлінеді. Жастан 7-12 жас, жастар ұйымы 13-25 жас, жас маман 26-25 жастан. Өзара әрекеттесу арналарына келетін болсақ, өнім жеткізетіндер мен жеңілдіктер туралы сөз байласып, келісіп, сатып алуларды барынша азайтамыз және де теледидар, Instagram, Facebook, YouTube желілері арқылы жарнамаларды көбейтеміз. Клиенттермен қарым-қатынас, оқушыларды STEM-ге тарту және қызықтыру қабілетін арттыру, мұғалімдердің әлеуетін және STEM пәндерге оқыту сапасын арттыру, мектептерде STEM білімін алу мүмкіндіктерін қолдану, ЖО мен бизнеспен және өнеркәсіппен тиімді серіктестік қарым-қатынастар жәрдемдесу, мықты деректер қорын қосу. Кіріс ағымына келетін болса, кірістерді жоспарлау кезінде бір сыныпты максималды өткізу қабілеттілігі 3 топты құрайды: аға топ, орта топ және де кіші топ. Біздің негізгі серіктестеріміз мұғалімдер мен білім беру мекемелері, сонымен қатар оқыту қосымшалары мен ойындарын жасаушылар және бағдарламашылар. Негізгі ресурстарда электронды программа және компьютер робот. Негізгі әрекеттерге келетін болса, робототехника курсының әр сабағы 3 сағатты құрайды және де демалыс күндері аптасына 1 рет. Бала теорияны робототехника, математика және де физика, бағдарламалы инженерия, механиканы білу үшін қажет. Содан кейін алған білімдеріне сүйене отырып бала робот құрайды және де роботтарды бағдарламалайды. Назарларыңызға рахмет.